Хуза тайпасы пайғамбарымыз Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассалам бұрыннан аралас құралас болатын. Арадағы достықтың негізі сонау Әбділмүтәліп заманына тіреледі. Құрайш мүшриктерінің шабуыл дайындығы туралы хабарды пайғамбарымызға жеткізу керектігін өздеріне достық борыш санаған хузалық жігіттердің бірі Суд Мәдинаға аттанды. Жайшылықта атпен 12 күндік жолды хабаршы тоқтамай шауып отырып 4 күнде кесіп өтіп, маңызды хабарды Алла елшісіне жеткізді. Шабуыл хабарын ести сала пайғамбарымыз асқабының басын қосып ақылдасты. Мәдинаның сыртына шығып, дұшпанмен шайқасқанымыз жөн бе, әлде қаланың ішінде тұрып, қорғаныс тактикасын қолданған мақұл ма деп сұрады. Расуланың ұсынысына орай түрлі пікірлер айтылды. Әрқилы көзқарастардың арасынан Салман Фарасидің айтқаны мақұлданды. Уа Расулалла, біз Парсы жерінде дұшпан шабуылынан қорықсақ, айнала ор қазып қорғанатынбыз, деді ол. Бірауыздан қаланың ішінен мықтап бекінуге шешім қабылданған соң, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әмірімен айнала ор қазуы басталды. Пайғамбарымыз қай жерлерді кімдер қазатынын нақты білісті. Қаланың оңтүстік жағында қалың ағаш отырғызылған бақшалар бар еді. Жаудың ол тұстан кіруі қиынға соғары анық. Оларға тосқауыл қою үшін бірнеше әскер жеткілікті. Шығыс жағында пайғамбарымызбен келісім жасасқан Хурайза яһудилері және басқа да яһуди рулары мекен ететін. Осы себепті есепке алынып, негізінен қаланың ашық алаң жақ беті солтүстігінде ор қазу қызу жүргізілді. Мұсылмандар күрек ұстауға шамасы келетін жас балалардың бастап кәрі құртаңына дейін іске белсене араласты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі тікелей білек сыбана кірісіп, мұсылмандарды сөзімен де, ісімен де маңызды шаруаға жұмылдырды. Мұсылмандар таң сәріден ымырт үйірілгенше үздіксіз жұмыс істеп, түн қараңғылығына дем алу үшін үйірлене қайтатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса, бір төбенің басына шатыр құрып, сол жерде күндіз түні қалатын. Іске тікелей араласып, әрі жұмыс барысын бақылап отырды. Шаң тозаңға, аптап ыстыққа қарамастан шаруаға бас көз болып жүрген пайғамбарымызға мұсылмандар: «Уа Расулалла, өзіміз-ақ бітіреміз, сіз демалсаңыз қайтеді?» деп ізгі ниеттерін білдіргенмен, Алла Расулы: «Мен де еңбек етіп сауап алғым келеді» деп күле жауап берген. Шаршағанда бір-біріне сөзбен болса да қолдау көрсететін мұсылмандар бұл жолада бірін-бірі жігерлендіріп бақты. Оған Абдулла ибн Рауаханың: «Я Алла, сен бізге тура жолды көрсетпеген болсаң, біз садақа беруді, намаз оқуды қайдан білер едік? Кәпірлер арамызға бүлік салмақ болып қарсы келгенде сен бізге сабыр, шыдам бер, аяқ қолымызға күш-қуат бер» деген мағынадағы өлең жолдары куә. Мұсылмандар бір сәт тынықпастан күні бойы ор қазумен айналысты. Алла Расулы шын көңілмен еңбектенген оларға қарап: «Я Алла, ақыреттен басқа бақи өмір жоқ. Сен ансарлар мен мұхажирлерге кешіріммен қарағайсың» деп оқтын-оқтын дұға етті. Мұсылмандар да іштей біз өміріміздің соңғы деміне дейін Алла жолында, жихадта Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жолынан айырылмауға серт бердік десіп көңіл ризалықтарын білдіреді. Ор қазу ісін тезірек бітіру үшін бас алмай жұмыс істеген мұсылмандардың қарны тойып тамақ ішуге де мүмкіндіктері жоқ. Баршаның халі мәлім. Арабстандағы сол жылғы қуаңшылық бәріне де торалатқан. Тақ-тұқ жүрек жалғар дәм тапса соған мәз. Иман ләззатына тойынғандарды бұл қиыншылық мойыта қоймаған. Дегенмен жағдай мүшкілді. Әзірет Жабир ибн Абдулла Расуланың қалжыраған түрін көріп, іштей күйзелгенде қойған. Кешке үйіне келгенде әйеліне:
Бүгін пайғамбарымызды шаршаңқы көрдім. Аштық қажытқан болу керек. Оның орнында басқа біреу болса мүлде шыдамас еді. Үйде талғажау етер не бар деп сұрайды. Әйелі мынау арық лақ пен 3-4 уыс арпадан басқа ештеңе қалмады деп жауап берді. Әзірет Жәбир лақты бауыздап әйеліне арпадан ұн жасауға бұйырды. Лақтың етін қыш ыдысқа салып таңдырға қоюға, аз ғана ұннан қамыр ашытып нан жасамақ болады. Әзірет Жәбир үйінен шығарда әйелі тамақтың аздығын ескертіп, Расуламен бірге көп кісі ертіп келіп, ұятқа қалмайық деп алдын алды. Әзірет Жәбир Алла елшісіне келе салысымен: «Уа Расулла, үйде азғантай тамақ бар, қасыңа бірнеше кісі алып, бізден дәм татып жүрек жалғасаңыз» деп үйіне шақырады. Алла елшісі одан: «Аз дегенің қанша?» деп сұрайды. 3-4 уыс арпадан жасалған нан мен бір лақтың еті дейді Әзірет Жәбир. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Көп әрі керемет тағам» деді де: «Әйеліңе айт, мен келгенше етті де нанды да тандырдан шығармасын». Әзірет Жәбирдің көзінше: «Уа жамағат, жұмысты қоя тұрыңыздар, 4 көзіміз түгел Жәбирдің үйінен дәм татуға барамыз» деді. Мұхажир мен аңсар түгелдей тамаққа жиналды. Сахаба Жәбир сасқалақтап үйіне келген бойда әйеліне: «Алла жақсылық бергей, Расулла барша жамағатты тамаққа шақырды. Енді не істейміз?» деді. Әйелі: «Қанша тамақ бар екенін сұрады ма?» деді. Әзірет Жәбир: «Сұраған айтқанмын». Әйелі: «Қонақтарды сен шақырдың ба, әлде пайғамбар ма?» Әзірет Жәбир: «Расулла саллаллаху алейхи уассалам шақырды». Әйелі: «Онда бір білгені бар шығар» дегеннен басқа ештеңе айтпады. Пайғамбарымыз сахабалармен бірге Әзірет Жәбірдің үйіне келеді. «Бөлек-бөлек кіріңдер» деген пайғамбар әмірі бойынша мұсылмандар 10-10-нан топталып төрге озды. Пайғамбарымыз болса ет пен нанның үстінен берекет дұғасын оқыды да үй иесі әйелге қарап: «Етті ожаумен бөлек-бөлек ал, ыдыс тандырда тұра берсін, шығарушы болма» деді. Сонан соң тандырдан өз қолымен нан алып піскен етті үстіне салып асқабына бір-бірлеп ұсынды. Шақырылғандар тойып орындарынан тұрғанша осылай жасады. Бәрі ас қайырып орындарынан тұрғанда ет пен нан азаймаған күйінде тұрғанды. Кетерде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Жәбирдің әйеліне: «Қалған тамақты көрші қолаңмен бөлісіп жеңіздер, халық аштықтан қурап отыр ғой» деді. Кейіннен Әзірет Жәбир таңданысын жасыра алмай: «Алланың атымен ант етейін, келген қонақтардың ұзын саны 1000-нан асты. Бәрі тойып орындарынан тұрғанда етіміз ыдыста сол күйі, нанымызда бастапқы қалпында тұрғанын көргенде басымды шайқап қала бердім. Қалған тамақ өзімізге де қоңсыларға да молынан жетті» деген. Ор қазуға белсене кірісіп, бар қажыр қайратымен тер төккен сахабалар тағы да Аллаға және оның Расулына деген шын берілгендіктерін бір рет дәлелдеді. Жұмыс кезінде ұлы сөзде ұяттығы жоқ, әжет ішінде пайғамбардан рұқсат сұрайтын. Бұл да сахаба жан қиярлығының бір үлгісі еді. Алладан түскен аяттарда олардың нағыз мүмин екендері баса көрсетіледі. Мәселен, Нұр сүресінің 62 аятында: «Шынайы мүминдер Аллаға және оның елшісіне жан тәндерімен иман келтірген жандар ғана. Олар қандай да бір қоғамдық мәселе жайында кеңесу үшін Алла елшісінің құзырында бас қосқанда одан рұқсат алмайынша өз бетімен ешқайда да кетпейді» делінеді. Пайғамбарымыз бен мұсылмандардың бар ынтасымен берілген бұл ісіне мұнафиқтар жеңіл желпі қарап ат үстінен қимылдағандай әсер қалдырды. Тейіп қашып қазған болып істегісі келмей жұмысты тастап кете беретін. Онымен де шектеле қоймай мұсылмандарды қағытып мазақ етіп
ойларына келгенді істейді. Алладан түскен аяттарда олардың орынсыз әрекеттері де сөз болады. Нұр сүресінің 63 аятында осыған қатысты: «Уа мүміндер, Алла елшісінің өздеріңді шақырғанын һәм сендер үшін дұға еткенін, бір-біріңді шақырғанмен һәм бір-бірің үшін дұға еткенмен тең көрмеңдер. Оны бір-біріңді шақырғандай шақырмаңдар. Оған бір-біріңе үн қатқандай үн қатпаңдар. Араларыңнан бірін-бірі қалқалап, пайғамбар құзырынан ұрланып шығып кететіндерді Алла әлбетте біледі. Олай болса, Алла елшісінің бұйрығына қайшы келгендер бастарына бір бәленің немесе жан төзгісіз ауыр азаптың келуінен қорықсын делінеді». Екпінді еңбектің нәтижесінде орлар 6 күнде қазылып бітті. Қорғаныс кезінде Алла елшісінің бұйрығымен ордың тар тұсына арнайы күзет қойылды. Орлардың оңтайлы жерлері кіріп шығуға ыңғайланады. Ол жерлерде де қарауыл қойылып, жалпы бақылаушы ретінде Зәбир ибн Ауам тағайындалады. Қорғаныстағы мұсылмандардың ұзын саны 3000-ға жетеді, яғни дұшпан әскерінің 3-тен 1-дей ғана. Небәрі құрамада 36 атты әскер барды. Әдеттегідей 2 байрақ мұхажирлердікін, Зәйд ибн Харис ансардікін, Сағид ибн Убада ұстайды. Расул Акрамның штаб шатыры Сәл тауының етегіне армияның артқы жағында орналастырылады. Шайқасқа қатыспайтындар әйел бала-шаға қорғанның ішінде қалады. Азық-түлік, қымбат мал-мүлік бәрі сол қамалда қалады. Ор жаңа қазылып біткен сәтте сондайдан жау әскерінің жақын келгеніне куә болды әлеумет. Дұшпан Мәдинаның солтүстігіндегі бұрын Ұхыд соғысы болған алаңға шатырлар құра бастады. Айнала қазылған орларды көргенде бұрын-соңды мұндай тактиканы көрмегендер қатты састы. Ұрыс басталмай жатып, жау әскері аяқтарын тартқандай. Өйткені олар осы жолы қалайда Мәдинаны түгелдей басып алудан дәмелі еді. Жеңілу жайы өңі түгіл түстерінде де кірмеген. Мұжахидтер 10 000 әскерлік нөпірді көргенде тіпті сасқан жоқ. Құранда олардың осы халі былайша мазмұндалады: «Ал мүминдер, мүшриктердің жер қайысқан қолын көргенде, міне бұл Алла мен елшісінің бізге уәде еткен нәрсесі, Алла да оның елшісі де әрдайым рас айтады» деді. Олардың иманы мен мұсылмандығын одан сайын күшейте түсті. Асхаб сүресі 22 аят.